Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ағарған шашты үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Қазіргі таңда ағарған шаштың алдын алуға бола ма деген сауал көп адамның көкейінде жүрген мәселе. Ертеректе ақшаш даналықтың, ақылдылықтың белгісі деп саналып, адамдарға ақшаш қартайған шағында пайда болған. Ал бүгінгі таңда ақшаш қартайған адамдарда ғана емес, жас адамдарда да пайда бола бастады. Әрине, ағарған шаштың алдын алуға болады. Ол үшін адам шашында ақшаштың пайда болу себептерін анықтау керек. Ең алғашқы жиі кездесетін себеп адамдар 40 жастан асқан соң шашына ақ түсе бастайды. Әр адамның қартаю жасы әрқалай. Ақшаштың пайда болуының басқа себептері дәрумендердің жетіспеуі, әсіресе B12, күйзеліс, уайым, депрессия, қалқанша бездің ауруы, үйлесімсіздік, шылым шегу, тұқым қуалаушылық тағы да басқа. Халықтық әдістер арқылы ақшаштан қалай құтылуға болады? Бірінші тәсіл: 100 грамм ірімшік алыңыз. Оған 1 грамм қара бұрыш қосыңыз. Жақсылап араластырып, шашыңызға, бас терісіне жағыңыз. 1 сағат ұстап, жылы сумен, сусабынмен жуып тастаңыз. Жақсы нәтиже көру үшін бұл әдісті аптасына 1 рет жасап тұру керек. Масканың артықшылығы қайзақты кетіреді, шашыңыз жұмсақ әрі жібектей бола түседі, шашыңызға түс беру мүмкіндігі бар. Әдіске сүйене отырып, сіз шашыңыздың түсін сақтап және ақ шаштың пайда болуын баяулатасыз. Бірақ жөтел мен суық тию кезінде қолданбаған жөн. Өйткені ірімшіктің суытқыш әсері бар. Екінші, күнжіт майы мен зәйтүн майын 1:1 көлемде бөтелкеде араластырыңыз. Бұл қоспа шашты ұзын, қара, қалың әрі жылтыр етеді. Бұл шаштың ағаруы мен түсуінің алдын алатын 1-1 әдіс. Үшінші, 200 грамм суды қайнатып, оған 4 ас қасық құрғақ жалбызды салып, 2 сағатқа қалдырыңыз. Суытып сүзіп, 25 мл глицерин мен бірнеше тамшы дәрумен қосыңыз. Дайын болған қоспаны бас терісіне жақсылап жағыңыз. Біраз уақытқа қалдырып, артынан жуып тастаңыз. Нәтижесін көру үшін бұл әдісті күнде қолданыңыз. Төртінші, басыңыздың терісіне сиыр сүтінен алынған маймен аптасына 2 рет массаж жасаңыз. Бесінші, 1 қасық ас тұзын 1 стақан қою қара шайға қосыңыз. Шашыңызға 1 сағат ұстап, жуып тастаңыз. Бұл әдісті 10 күнде 1 жасаңыз. Алтыншы, шие шырыны мен шие езіндісі шаштың ағаруын баяулатады. Бас терісіне шашқа жағып, жылы орамалмен орап, 1 сағатқа қалдырыңыз. Жетінші, алма сірке суы мен суды 1:1 қатынаста алып араластырыңыз. Онымен шашыңызды жуып, орамалмен орап, жарты сағатқа қалдырыңыз. Артынан сусабымен жуыңыз. Бұл әдісті бірнеше ай қолданыңыз. Егер шашыңызды үнемі бояйтын болсаңыз, бұл әдісті қолданбауыңызды кеңес береміз. Өйткені сірке суы шаш бояумен әрекеттесуі мүмкін. Құрметті оқырман, сіздерге шашқа ақ түсудің алдын алатын және шашқа түскен ақты кетірудің бірнеше кең таралған нәтижелі әдістерін ұсындық. Бұл әдістерді үзбей ұзақ уақыт бойы қолдансаңыздар, өздеріңіз қалаған нәтижеге қол жеткізесіздер. Жас әрі сұлу болып жүре беріңіздер. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.